Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сысқазықызы. Бүгін сіздермен ең жиі қойылатын сұрақ: баламның басында киста болса не істейміз? Қандай тексеріс әдістерін жасаймыз? Баланың басындағы кистаны қалай емдейміз, қалай кетіреміз? Бұл киста қауіпті ме? Қанша жасқа дейін баланы емдеу керек? Және де баланы басын КТ-ға, МРТ-ға немесе басқа зерттеулерге қайта жыл сайын түсіру керек па, керек емес па? Осы туралы айтатын боламыз. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, каналда активті болып, комментарияларыңызды жазып отырыңыздар. Мені көретін адамдар 95%-і менің каналыма тіркелмеген. Сондықтан сіздерге үлкен өтініш, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, еңбекті бағалап. Ал енді ары қарата айтайық. Осы киста туралы келген аналарымыздың барлығы уайымдап келеді. Менде приемда кеше ғана приемға келді әкесі мен баласы. Баласы 15 жаста. Баланың басында мозжечковая киста бар, яғни мишығында киста бар. Енді әкесі соны жылда МРТ-ға түсіріп, баланың кистасының размерін салыстырып отыр екен. 5-6 жыл қатарынан баланың басын түсірген кистаға. Және әртүрлі ноотропты дәрілермен баланы емдеген. Балада ешқандай шағым жоқ, баланың дамуының бәрі жақсы, миының қызметі қалыпты. Тек қана жаңағыдай подростковый период болғандықтан 15 жаста кішкене вспыльчивость, раздраженность деген сияқты басқа жаңағыдай миға қатысты емес психологиялық тұрғыда және гормональдық тұрғыда өзгерістерді осы бастағы кистамен байланыстырып әкесі приемға баласын алып келген. Осы жағдайдан кейін осы видеоны түсіруді жаңағыдай шештім. Яғни, егер сіздің балаңыздың басында киста бар болатын болса, егер балаңыздың кистасы мишықта орналасса, мишықтың ортасында ең жиі кездесетін киста ол мозжечковая киста, яғни мишықтың дәл екі жарты шарының ортасында орналасатын киста. Бұл киста ешқандай миға әсер етпейді. Жаңағыдай баланың дамуына да ешқандай әсерін тигізбейді. Сондықтан бұл кистаны уайымдап, қайта баланың басын түсіріп, әртүрлі ноотропты дәрілерді балаға беріп, жаңағыдай бәленбай жыл бойы емдеудің қажеті жоқ. Біз МРТ-ны немесе УЗИ-ді, немесе жаңағыдай басқа зерттеу әдістерін, яғни қағазды емдемейміз. Біз ауруды емдейміз. Егер балада шағым болатын болса, яғни бала шағымданатын болса, интеллекті төмен, даму арта қалған, және де координация дұрыс емес, егер мишықтың қызметі бұзылатын болса, немесе мида қандай да бір өзгеріс, ақау, аяқ қолдарында ақау болатын болса ғана біз емдейміз. Ал кисталарды, әсіресе мозжечковая кистаны, арахноидальная киста деген түрлері болады. Негізі көп жағдайларда кисталардың барлық бізде доброкачественный болады. Егер баланың басында киста емес, образование, немесе аортовенозная мальформация, немесе басқа эхинококковая киста, немесе басқа түрлері болатын болса, басқа киста емес, басқа образование болатын болса, онда әрине бізге нейрохирургтың консультациясы керек, және бұл кистаны мүмкін операциялық жолмен алу керек. Ал басқа жағдайда, әсіресе мозжечковый кисталарды емдеудің қажеті жоқ. Баланың шағымы жоқ болатын болса, бұл кисталар қайта МРТ-ға түсіріп, қайта баланың мазасын алып, жаңағыдай емдеп, тексеріп, отырудың қажеті жоқ. Балаңыздың есе даму жақсы болатын болса, шағым болмаса, балаңыздың жаңағыдай басына ештеңке айтпайтын болса, онда тек қана баланы жаңағыдай дамуына, өсіп, үлкен ер азамат, үлкен қыз бала болып өскеніне қуанып, жаңағыдай балаңызбен бірге жаңағыдай дамуын байқап отырасыздар. Тек қана балада шағым болса ғана кистаны жаңағыдай немесе осы шағымнан диагноз қойылып, баланы ем жасайды.
кистаны толығымен 100% кетіретін дәрі-дәрмек дүние жүзі бойынша ойлап табылған жоқ. Кисталар тек қана баста ғана емес, бүткіл ағзада болуы мүмкін. Қазір кисталар өте көп. Мұрында, гайморовый пазухада кисталар көп. Ішек жолдарында полиптар неше түрлі кисталар көп. Және де жаңағыдай бүйрек кисталары көп. Және де басқа ағзалардың, любой женский орган болатын болса да, киста деген қазір жиі кездесіп жатыр. Бұл кисталардың барлығын міндетті түрде операциялық жолмен алып тастау керек, немесе міндетті түрде емдеу керек емес. Бұл кисталар тек қана наблюдениеда жаңағыдай қарап отырамыз. Осы видео сіздерге пайдалы болатын болса, онда астына комментарияға сұрақтарыңыз болатын болса, немесе басқа да бір видеоларды көргілеріңіз келіп жататын болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Кімнің басында жақындарыңызда киста бар болатын болса, осы видеоны жіберіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Исхасқызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.